Мына жерде Айтеке би бабамыздың сөзі бар: батыр болсаң жауыңа найза тисін, бай болсаң халқыңа пайдаң тисін дейді. Кейде бұл байлықтың қадірін біл деген мақсат не, құрметті ағайын? Байлықтың қадірін біл деген нәрсе оны оңға солға шашып, былай айтқан уақытта күшті болсақ, бірі өзгелерге зұлымдық жасап, немесе өзгелер хақсын тартып алу деген нәрсе емес. Сенде дүние бар ма? Әрине, дүниең өзіңе бірінші пайда берсін. Әдемі киін, әдемі көлік ал, әдемі үйде өмір сүр. Шариғат бұдан қайтармайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисіне келеді: Алла субханаху ва тағала пендесіне бір нығмет берген болса, дүние берген болса, сол нығметті бойында көруді жақсы көреді дейді. Бірақ адам баласына ысырапшылыққа бармау керек, көрдіңіздер ме? Ысырапшылдыққа бармау керек. Егер дүниеңе жеткілікті болатын болса, бай болатын болсаңыз, онда не, ағайын туған туысыңыз бар, жора жолдасыңыз бар жағдайы төмен, немесе халқыңыз бар, еліңіз бар, немесе мұқтаж жандар бар. Міне солардың хақсын ойлап, оларға да не жақсылығын жасаңыз. Қараңызшы, егер бай болсаң, халқыңа пайдаң тисін деп отыр.